Баршаңызға сәлем, сіздермен өте күшті болып шығатын, оңай жасалынатын пирогтың рецебімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен қамыр илейміз. Ол үшін жұмсақ сары майға немесе маргаринге қант және де бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Егер де сары май қатты болып тұрса, онда ұнға аунатып отырып, теркадан өткізіп алыңыздар. Енді үстіне ұн және де қопсытқышты қосып, қолмен араластырып отырып, қамыр илейміз. Қамырдың консистенциясы жұмсақтау, бірақ қолға жабыспайтындай болуы керек. Егер де қолға жабысып жатса, тағы да кішкене ұн қосып жіберіңіздер. Қамырдың консистенциясы міндетті түрде жұмсақтау болу керек. Піскен кезде үгітіліп, нәзік болып шығады. Ыңғайлы болу үшін бірден пергамент қағазына оқтаудың көмегімен айналдырып отырып, қамырды жайып аламыз. Егер де оқтауға қамыр жабысып жатса, онда кішкене ұн сеуіп жіберіңіздер. Қамырды қатты жұқа емес, әрі қалың емес, орташа етіп жайып аламыз. Енді пергаменттің астына форманы қойып, видеода көрсетілгендей етіп, қамырдың жан жағын кішкене ішке қарай жинастырамыз. Кольцосын кигізіп, қамырды кольцоға жабыстырып, видеода көрсетілгендей бір келкі етіп жайғастырып шығамыз. Пирогтың шеттері әдемі болып тұру үшін вилканың көмегімен осылай басып шығамыз. Начинкасын жасаймыз. Ол үшін грек жаңғағын блендердің көмегімен барынша майдалап аламыз. Егер де блендер болмаса, онда оқтаумен езіп алсаңыздар болады. Грек жаңғағын пайдаланбас бұрын міндетті түрде жуып, кептіріп алу керек. Мен жуған соң духовкада шамамен 10 минуттай қыздырып алдым. Енді қамырдың үстіне жаңағы езілген жаңғақты салып, қасықтың көмегімен бір келкі етіп, үстінен басып шығамыз. Үстіне сгущенка құямыз және де шеттеріне жақсылап құйып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 35-40 минуттай қызарып әдемі болғанша пісіреміз. Достарына пирогты міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Өте күшті дәмді болып шығады. Жасалуы да өте оңай, үйдегі бар заттармен жасалынады. Тестасы сондай нежный, песочный болып, дәмі енді өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап, комментарийға жазып кетіңіздер қалай шыққанын. Баршаңызға ас болсын.